Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қайрат Олимпиакостан 1-0 есебімен ұтылды. Осы ойында үздік ойыншы Темірлан Анарбек бауырымыз болды. Енді қараңыздар, осы ойынның алдында маған мынандай бір ой келді. Темірланды Интер сатып алатын сияқты. Одан кейін бүгін осы ойында Дастан Сәтбаев бауырымыз болғанда ойынның нәтижесі қалай болатын еді? Дастан гол салатын ба еді? Мына видеоның түбіне дейін көріңіздер. Бәрін рет-ретімен айтып жататын болып кеттік. Енді бүгін ойын көрдіңдер, 1-0 есебімен ұтылып қалды Қайрат. Темірлан Анарбек бауырымыз осы ойынның үздік ойыншысы болды. Красавчик ана Темірлан, базар жоқ. Осы ойынның алдында маған бір ой келді, айттым ғой. Мына Темірланды Интер сатып алатын сияқты. Өздерің байқап жүрсіздер ғой, көріп жүрсіздер, Интер біз Қазақстанмен Қайратпен ойнағалы қоймайды да бұлар. Қазақша өлеңмен қайта-қайта пост салып. Соның бәрі бекер емес ау, бұлар Қайратты қарап жүр ау. Қақпашы жақсы қақпашы кез келген командаға керек қой. Темірланды сатып алады ау деп ойлап қойған болсалар бар ғой. Жалпы енді қалай? Осы менің айтқаным бұл, Темірланды бұлар сатып алса. Ма Интер дейтін жақсы команда ма бұлай? Күшті команда ма? Жоқ, бұдан да жақсы командаларға бару керек па? Жоқ, бұдан да жақсы командалар бар ма? Темірланды нетіп отқан. Жаңағы. Білмеймін, мен футбол енді қарап отырмын да енді. Енді қызығып келе жатырмын, сол білмей жатырмын да. Интер сатып алады сияқты, бірақ та Темірланды бар ғой. Бұл бекер емес. Баянсұлудың жарайды да, алдында Қайратпен ойнағанда бұлар пост салды анау-мынау Баянсұлудың өлеңімен. Бүгін Қайрат мына Олимпиакоспен ойнардың алдында бұлар тағы пост салып қойыпты. Ойлаңыздар, Қайрат Нұртастың несімен өлеңін қойып. Бүгін Қайрат ойнайды анау-мынау деген сияқты. Мен риза болдым, бұның бәрі бекер емес. Бұлар бар ғой, Интер көрде тұрыңдар. Біздің Темірланға көздері түсіп жүр бұлардың әкесі. Қақпашы кез келген командаға керек. Мен айтады ғой, жақсы қақпашы, жалпы қақпашы бұл дейтін жарты командада бұл. Сондықтан осы айтқаным болу әбден мүмкін. Одан кейін екінші. Мына ойынды Қайрат пен Олимпиакосты көріп атып, келген ой. Ойлап қоямын да енді. Бүгін Дастан Сәтбаев ойнағанда гол салу мүмкін бе еді деп қоямын. Гол салады ау деп қалдым мен. Бүгін Дастан ойнаған кезде бар ғой. Мына Олимпиакос пен Қайраттың ойынын көрдіңдер. Олимпиакос бір Қайраттан қатты мықты, деңгей жоғары деп айтамаймын мына ойыннан кейін бар ғой. Енді көріп жатырмын бірақ футболды да, бірақ сонда да Қайраттан қатты мықты деп айтамаймын мына ойыннан кейін. Бұлай болды. Бірінші таймда базар жоқ. Ойынның бірінші бөлігінде. Қайрат кішкене қорғаныста ойнады. Алар көп шабуылдады, көп соққы жасады. Бірінші таймда мен ойымша Қайрат мүлдем неткен жоқ қой, аналарға қақпаларына соққы жасаған жоқ. Аналар ғана жасады. Қайрат қорғаныста болды. Екінші таймда бұлар оянады ғой Қайрат. Жаңағыдай қауіпті моменттер болды гол салып кететіндей. Сол кезде маған ой келіп қалды. Осы жерде. Дастан болған кезде гол болатын ба еді. Дастан болған кезде гол салатын еді дейтін ой келді маған. Одан кейін тағы бір ой келді да. Бұл ойын Астанада өтті ғой. Бұл ойын Астанада емес, Алматыда болған кезде қалай болатын еді деп. Міне, Дастан Сәтбаев ойнағанда ойын Астанада емес, Алматыда өткенде ойынның нәтижесі басқаша болар ма еді дейтіндей тағы ой келіп қалды да. Өйткені Астана бүгін -28 болды. -28 дейтін кәдімгідей суық қой бұл алматылықтар үшін. -28 дейтін бұл суық кәдімгідей. Бірақ бір жағынан ойлап қоямын. Алматы енді Астанадан сәл жылы деп айтып отырмын ғой жаңағы. Қайратты ойыншылар жаңағы Астананың ауа райына үйренбей қалды деп. Бірақ аналарға да плюс болып кететін еді да. Алматы жылы болып Алматыда ойнаған болса. Жайды ауа райын қоя тұрайық. Алматы Астананы қоя тұрайық. Дастан ойнаған кезде бүгін гол салатын еді. Кездесіңдер ме оған? Сол. Тағы не айтайын дедім. Ма Темірлан бауырымыз красавчик. Бүгін үздік ойыншы болды. Қателеспесем 3 па 4 рет сейф жасауды қойдым. Одан кейін мынандай бір қауіпті сәт болды. Темірлан тұрады да алдыға шығып ойнап кетеді ғой. Қақпа бос қалып қалады ғой ана жерде. Шошып кеттім мен. Қайдан Олимпиакостың ойыншылар кішкене сәл білмеймін енді. Сәл нелеу екен. Әжер көтеріп
кие салсаңыз гол болатын еді ана жер, былай парашют жасап пу деп аспаннан келіп ше. Сол жерден шошып кеттім мен. Анарбек балдашып ойнап кетеді. Доп аналарда болып қалды ғой иә. Қайда Анарбек, Темірлан Анарбек бауырымыз қайтып келіп алды жаңағы қақпасына. Сол жері қызық болды әкесі. Сол жалпы мына ойынды көріп отырып, мына ойынның алдында маған жаңағыдай ой келді да, біріншісі мына Темірлан Анарбекті көріп отырмын, осы жігіт бар ғой, Интер сатып алады ау деп қоямын. Екіншісі, бүгінгі ойында Дасан Сәтбаев болған кезде гол болатын еді деп отырмын. Үшіншісі мен жаңа екінші келіп қалады екен жаңағы. Мына ойын Астанада емес, Алматыда өткенде қалай болатын еді деп қоямын да. Алматыда өтіп, Дасан Сәтбаев ойнаған кезде, онда қараңдар. Бүгін Дасан Сәтбаев бауырымыз ойнаған кезде, бірінші таймда немесе екінші таймның бас жағында гол салатын еді. Бірінші тайм немесе екінші таймның 25 десем көп кетеді. 20-шы минутында бұл Дасан гол салатын еді. Жаңа 20-шы минутта асып кетті ме, уже Дасанды ауыстырады, анау мынау болады. Сол ойлап отырмын, Дасан Сәтбаев болған кезде бірінші таймда, болмаса екінші таймның бас жағында 20-шы минутта дейін гол салатын еді деп ойлап қалдым да. Жалпы мен айтып отырмын ғой, футбол қатты көрмеймін, енді бұлай көріп жатырмын. Да? Сол бүгін Дасан бауырымыз деп ойнамады. Бұл жігіттің жарақаты болды ма, не болды? Жоқ. Сол айтыңдар, сол қызық болып отыр маған. Так. Бір ойыншы бар екен, атын ұмытып тұрмын. Зара деді ма, Зера деді ма, қалай еді? Шаш түйілген бір жігіт. Жалпы жақсы болды, әдемі болды. Футбол енді көріп жатырмын. Алдағы уақытта көретін боламын. Қызық екен. Осылай видео түсіріп отырамын, қызық болса. Енді жаңа мен ойыма келсеңіздер ба, Темірлан Анарбековті Интер сатып алады деген. Жалпы Интер жалпы мынаны айтайын деп отырмын, бір әңгіме ұмытып кеттім. Жалпы Темірлан Анарбеков өткенде Реалмен ойнаған кезде бір шыққан жас жігіт бар ғой, 18 жастағы. Сол қақпашылар. Осы жігіттерден кейін бар ғой, біздің елімізде жастар қақпашы болам дейтін жастар көбейетін болады. Бұрын білесіңдер, қақпашы дейтін жалпы менсінбейтін едік қой, мектеп кезінде менсінбейтін едік қой. Қақпаға бір жүгіре алмайтын, семіздеу, денсаулығы нашарлау балдар тұратын еді ғой. Менсінбейтін едік қой, бәріміз пытырлап топ теуіп беретін едік қой жаңағы. Енді мына жігіттерден кейін көресіңдер, жастар жаңағы санасы оянып десем, көздері ашылып десем, сәл ауыр болып кете ма? Жастар кішкене нетеді, басқаша ойланатын болады. Қақпашы болып та мықты деңгейге жетуге болады, жақсы командада ойнауға болады дегендей ой тушы осылардан кейін. Көресіңдер, жастар көбейеді, қақпашы болам дейтін. Бұрын кішкене намыстанатынбыз ғой, сондайлар. Жалпы мен өз басым ойлап қалдым, қазір жасым келмейді да. Бірақ мен жас кезімде бұл жігіттер көретін болсам, мен қақпашы болып кететін едім, футболшы болып кететін едім. Осы жігіттерден кейін көбейеді деп отырмын енді қақпашылар. Өйткені жаңа команда болып ойнап, командамен жазу ғой бәрібір. Қақпашы өзі бөлек бола кете береді екен да, көтеріліп. Команда мына жақта береді, қалай береді. Командаң нашар болса да, сен қақпашы бол, мықты қақпашы болсаң, сен былай шетелге кете береді екенсің ғой, ел көріп, жел көріп. Сол қақпашы дейтін өте бір керемет екен, мен қақпашы болатын едім. Бірақ жасым келмейді. Сәл өкініп отырмын да, мен кішкентай кезімде осылай Темірлан Анарбеков, алдынан Қайрат ойнаған жігіт сияқты сондай адамдарды көрген кезде мен кішкентай кезім, мен қазір кішкентай болған кезде мен қазір кішкентай бала болсам, мыналарды көріп, мен қақпашы болатын едім. Қақпашы боламын деп мақсат қоятын едім да мен. Бірақ жасым келмейді әкесі.